Боранды қаласы. Аққырау домастқыш кешені. 1986 жылдың қараша айы. Таңсәрі. Қоймашы әйел 6-шы камераның есігін ашады. Негізгі қойма ішіндегі суық 0-ден төмен 40 градус. Балық сөрелерінің арасынан 2 мәйіт табылды. Екеуі де суықтан бүрісіп, өз-өздерін құшақтаған күйі қатып қалған. Жұқа жұмыс киімі мен жеңіл аяқ киіммен 40 градус аязда қалған. Жүздері аппақ болып ағарған, ауыздары ашық. Соңғы жан айқайы еріндерінде қатып қалғандай. Есіктің ішкі жағында қанды тырнақ іздері сайрап жатыр. Олар есікті тырналаған, ұрған, айқайлаған, бірақ ешкім естімеген. 21 және 22 жастағы студенттер. Түнде кешенде не істеп жүрді? Бұл үлкен сұрақ еді. Ресми болжам. Балық ұрлауға кірген, есік тарс жабылып қалған, ал ішкі құлып наурыз айынан бері істен шыққан болатын. Бақытсыз жағдай деп істі 2 аптада жауып тастады. Сол түні кезекші шебер болып Мәди есімді азамат жұмыс істеген. Одан да жауап алынды. Бірдеңе естідіңіз бе? Жоқ, мен басқа корпуста болдым. Тергеуші басын изеп, оның есімін тізімнен сызып тастады. Бірақ дәл осы Мәди сол түні 6-шы камераның болат қабырғасының сыртында тұрып, іштегілердің есікті қалай ұрғанын, қалай айқайлағанын және дауыстарының қалай бәсеңдеп барып өшкенін үнсіз тыңдап тұрған еді. Өзінің 18 жастағы қызы үшін, көліктің ішінде қорлап, денесін орман шетіне лақтырып кеткен сол екеуі үшін. Қара дерек арнасына қош келдіңіздер. Мұнда біз газеттер жазбаған, партия мұрағаттары жасырған және тек сол жылдары өмір сүргендер ғана білетін шындықты айтамыз. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мәди, 47 жаста. Боранды қаласындағы ет-сүт комбинатында 22 жылдан бері суыту қондырғыларының шебері болып еңбек етеді. Әскерден кейін қарапайым темірші болып келіп, бүкіл жүйенің тілін меңгерген. Ол үшін тоңазытқыш қондырғылары өз ана тіліндей. Әрбір дірілді, әрбір сырт еткен дыбысты жүрегімен сезеді. 22 жыл ішінде оның кезегінде бірде-бір апат болған емес. Салмақты, үнсіз, байқалмайтын адам. Жары Салиқа, 44 жаста. Тігін фабрикасында пішуші. Биязы, жұмсақ мінезді, нағыз ошақ иесі. 23 жыл бірге тұрып, бір-біріне дауыс көтеріп көрмеген. Олардың махаббаты кинодағыдай емес, қабырғаның шатырды қорғағанындай. Үнсіз, сенімді, мәңгілік еді. Қыздары Айсәуле, 18 жаста, жалғыз перзент. Салиқа оны өте ауыр босанғандықтан дәрігерлер енді бала көтеруге болмайды деген. Бірақ Айсәуле нағыз өнер иесі еді. 5 жасынан бастап қағаз бетіне сурет салатын. 18-інде бейнелеу өнері институтына оқуға түсті. Оқытушылары: қызыңыздың көзі ерекше, 10 мыңнан бір кездесетін талант дейтін. Айсәуле нәзік, қолынан бояудың иісі кетпейтін, адамдардың бәрін жақсы деп ойлайтын ақ көңіл ару болатын. Ол әлемнің қатыгез болуы мүмкін екенін мүлдем түсінбейтін. Ерболсын мен жалғас, 21 және 22 жастағы политехникалық институттың студенттері. Айсәулемен саябақта танысқан. Көрікті, көңілді, тапқыр жігіттер. Ерболсын спорттық денелі, жүзінен күлкі кетпейтін жігіт. Жалғас салмақтылау, бірақ жанары өткір, бәрін есептеп тұратын жан. Олар Айсәулемен дос ретінде араласа бастады. Саябақта қыдырып, балмұздақ жеп киноға баратын. Айсәуле оларды жақсы, қатарлас достарым деп сенді. Қыркүйектің бір кешінде Ерболсын қоңырау шалды. Айсәуле, қала сыртына табиғатқа шығып қайтайық. Жалғас көлік тапты, кәуап пісіреміз. Айсәуле еш күдіксіз келісті. Достар, табиғат, соңғы жылы күндер. Неге бармасқа? Ақ түсті ескі көлікпен қаладан шықты. Тас жол, егістік, орман алқабы. Осы жер жақсы екен деп тоқтады. Күн батып бара жатты. Дәл сол сәтте бәрі өзгерді. Олар ешқашан дос болған емес. Олар шыдамды, есепші аңшылар еді. 2 ай бойы Айсәуленің сеніміне кіріп, қасқырдың қойда айналсоқтағанындай жақындай түскен. Ол көліктің ішінде не болғанын Айсәуле ешкімге айтқан жоқ.
4 ай бойы іштей тынып, бірде-бір дыбыс шығармады. Ол екеуінің жол жиегінде, көліктің артқы орындығында істеген қылмысы Айсәуленің ішінде мұздап қатып қалды. Олар оны көліктің есігін ашып, қараңғы түнде батпаққа лақтырып кетті. Қыркүйектің суық түні еді. Көлік қараңғылыққа сіңіп, қызыл оттары ғана жыпылықтап жоқ болды. Айнала тас қараңғы, тыныштық, орман алқабы. Айсәуле шөптің үстінде қанша жатқанын білмейді. 1 сағат па, әлде 2 сағат па. Сосын әрең тұрып жолға шықты да, өтіп бара жатқан көлікті тоқтатты. Жүргізуші, егде тартқан ер адам, қыздың түрін көргенде жүзі қуарып кетті. Ештеңе сұрамастан, үн-түнсіз қалаға дейін жеткізіп салды. Түнгі сағат 3-те үйіне келді. Салиқа ұйықтамай, зәре-құты қалмай күтіп отырған еді. Есікті ашқанда көргені, жыртылған көйлек, батпақ, қан және қарауытқан жанар. Айсәуле, не болды? Қыз ештеңе деместен жуынатын бөлмеге өтіп, есікті ішінен іліп алды. Суды ағызып қойып, душтың астында сағаттап тұрды. Салиқа есіктің сыртында судың дауысын тыңдап жерде отырды. Ол түсінді. Қазірше мазалауға болмайтынын сезді. Мәди таңертеңгілік кезекшіліктен оралды. Салиқа бір түнде 10 жылға қартайып кеткендей еді. Мәди, Айсәулеге бірдеңе болған. Тіс жармайды, үнсіз, қамалып алды. Мәди қызының бөлмесіне барып, есікті ақырын қақты. Айсәуле, бұл әкең ғой, ашшы ботам, тыныштық. Қызым, мен осындамын. Қалаған кезінде сөйлесерміз. Мен осындамын, тыныштық. Айсәуле 4 ай бойы үндемеді. Сурет салмады. Қылқаламдар үстел үстінде тиілмеген күйі жатты. Бояулар кеуіп кетті. Оқуына қылтемір сияқты механикалық түрде барып келіп жүрді. Келеді де қабырғаға қарап отыра береді. Тамақ ішпеді. 15 келеге арықтап, сүйегі мен терісі ғана қалды. Жанары суалды. Салиқа тамақ әзірлеп алдына қояды. Айсәуле тимейді. Салиқа ас үйде сүлгіге бетін басып, дыбыс шығармай жылайтын. 4 ай бойы әр түн сайын солай болды. Мәди бәрін көріп жүрді. Еңсесін түсірмеді. Жұмыстан келіп қызының есігінің алдында үнсіз отыратын. Бір күні айтар деп күтті. Қаңтар айында Айсәуле бәрін әкесіне емес, анасын айтты. Түнгі сағат 3-те Салиқа ұйықтай алмай, ас үйде сүт жолтып жапқан. Айсәуле шығып үнсіз отырды. Сосын сыбырлап, ешбір сезімсіз, ресми хаттама оқып жатқандай бәрін баяндап берді. Есімдері, түрлері, көлік, орман, оларды не істегені, қалай қорлағаны, бәрін айтты. Салиқа тыңдап тұрды. Сүт тасып, плитаның үстіне аппақ көбік болып шашылып, шиқылдаған дыбыс шықты. Бірақ ол қозғалмады. Тек тыңдады. Сосын қызын сүйегі сықырлағанша қатты құшақтады. Екеуі таң атқанша құшақтасып отырды. Ана мен бала. 2 әйел, 1 қайғы. Таңертең Салиқа Мәдиге бәрін айтып берді. Есімдері: Ерболсын мен Жалғас. Политехникалық оқу орнының студенттері. Мәди үстел басында шай ішіп отырған. Естіген сәтте қолындағы кесесін сондай қатты қысты, саусақтарының буындары аппақ болып кетті. Кесе шытынап, ыстық шай үстелге, саусақтарына жайылды. Бірақ ол сезбеді. Салиқа, деді де Мәди орнынан тұрып қылтимаға шықты. Боранды қаласы, қаңтар. Сыртта -15 градус аяз. Ол тек ішкі жейдемен тұрды, бірақ суықты сезбеді. Ішіндегі ыза өрт болып жанып, қабырғасын қарып бара жатты. Өмірінде бірінші рет қолы дірілдеді. 22 жыл бойы ауыр құралдарды, кілттерді, манометрлерді ұстаған қолдары ешқашан қалтырамаған еді. Дәл қазір оларды тауып, өз қолымен буындырып өлтіргісі келді. Мәдидің қолдары қысқыш сияқты мықты болатын. Бірақ Салиқа мен Айсәулені ойлады. Егер ол түрмеге кетсе, олар жалғыз қалады. Айсәуле сынып кеткен, жаны өліп қалған. Салиқа да әрең шыдап жүр. Ол осы жерде, отбасының қасында керек. Ақпан айында олар тәртіп сақшыларына арыз жазды. Қарт шаршаған тергеуші әйел бәрін жазып алды. Қашан болды? Қыркүйекте. Неге бірден айтпадыңыздар? Қорқып, ұялып үндемеді. Тергеуші күрсінді. 4 ай өтіп кеткен. Денесінде де,
Киімінде де, көлікте де еш қандай айғақ қалмаған. Киімдер баяғыда жуылған. Көлік біреуден сұрап алынған. Ол да тазартылған. Куәгерлер жоқ. Ерболсын мен Жалғасты бөлек-бөлек тергеді. Екеуі де жаттап алғандай бір сөзді қайталады. Ештеңе болған жоқ. Не айтып тұрсыздар? Таныс болдық, қыдырдық, кейін араласпай кеттік. Ол өзі ойлап тапқан шығар. Ренжіп қалған болар. Дәлел жоқ, іс қозғалмады. Тергеуші Салихаға қоңырау шалды. Кешіріңіздер, біз ештеңе істей алмаймыз, дәлел жоқ. Салиха телефон тұтқасын үнсіз қойды да, дәліздің еденіне отыра кетті. Кешке дейін солай отырды. Мәди жұмыстан келгенде әйелін көріп бәрін түсінді. Іс жабылды. Екі-ақ ауыз сөз. Мәди әйелін тұрғызып, диванға жатқызып, үстін жапты. Оның ішіндегі ыза енді суық айналды. Тас болып қатып қалған 6-шы камераның -40 градустық 2 метрлік болат қабырғасы сияқты суық жоспарға айналды. Ерболсын мен Жалғас. Ол олардың есімдерінде, қайда оқитындарында, түрлерінде біледі. Ерболсын. Ұзын бойлы, спортшы, күлкісі кең. Жалғас. Аласа бойлы, салмақты, жанары өткір. Мәди бәрін білетін. Боранды қаласының суығы наурыздан бері сүйектен өтік тұрғандай. Мәди әдеттегідей түнгі ауысымда жұмыс істеді. Қысым қондырғылары, өлшеуіштер, бақылау журналы. Жұмыстан соң үйге емес, автобусқа мініп, қаланың екінші шетіндегі политехникалық оқу орнына бет алды. Жолдың арғы бетінде тұрып, темекісін тартып, есікке қарады. Студенттер топ-тобымен, жұп-жұбымен шығып жатыр. Күтті. Әне, Ерболсын шықты. Ұзын бойлы, спорттық, денелі, күлкісі кең. Қасында Жалғас. Аласа бойлы, үнсіз. Бір-бірін итеріп, күліп барады. Көңілді, ештеңеден хабарсыз, тірі. Мәди оларға қарап тұрды да, темекісін тастап үйіне қайтты. Ол апталап ойланды. Жұмыс істеп жатқанда, қондырғылардың гүрілімен үйде суып қалған шайын ішіп отырып ойланды. Оның санасында тоңазытқыш жүйесінің сызбасы сияқты нақты жоспар құруды. Құбырлар, қысым тетіктері, камера. Бәрі бір-біріне сәйкес келуі тиіс. Әрбір бөлшек өз орнында болуы керек. 6-шы камера. Негізгі қойма суықтығы 0-ден төмен 40 градус. 200 келілік болат есік. Сыртқы жағында бекітпемен тұтқа бар. Ішкі жағында адам қамалып қалса шығатын апаттық құлып орналасқан. Ол құлып баяғыда бұзылған. Наурыздан бері журналға жөнделмеді деп жазылып жүрген. Мәди оны өзі жазған, ал бір апта бұрын сол тетікті мүлдем істен шығарды. Ішкі серіппесін жылжытып, тетігін бұрап тастады. Сырттай қарағанда бәрі дұрыс көрінеді. Жабуға болады, бірақ іштен ашу мүмкін емес. Ол ешкім оқымайтын журналда жазылғандай бір жола әрі қайтарымсыз істен шықты. Түнде қойма аймағында тірі жан болмайды. Күзетшілер 200 метр жердегі бақылау бекетінде, қысым цехы басқа корпуста. Олардың арасында тек дәліздер, камералар мен бетон қабырғалар ғана бар. Тыныштық, суық, бетон. Қазан айы. Мәди түнгі ауысымнан соң кешеннен шықты. Үш орам жердегі телефон дүңгіршеріне келді. Тыйынын салып, политехникалық оқу орнының жатақханасына Ерболсының бөлмесіне қоңырау шалды. Нөмірді жатақханада істейтін таныс арқылы алдын ала біліп алған еді. Алло, Ерболсын, ассалаумағалейкум. Сіздің нөміріңізді таныстарым берді. Жігіттер қосымша табыс іздеп жүр деп естідім. Бір түнге жұмыс бар еді. Бостандық даңғылындағы аққырау тоңазытқыш кешені. Камерадағы балық жәшіктерін тиеу алаңына тасу керек. Әр жәшік 20 келідей. Екеулеп 4 сағатта бітіресіздер. Сағатына 12 теңге төлеймін. Екеу едіңіздер ғой. Тұтқаның арғы жағында сыбырласқан дыбыстар естілді. Қашан? Жұма күні түнде. Түнгі ауысымда адам аз, ешкім кедергі жасамайды. Бақылау бекетіне келіп, Мәдиді іздеп келдік десеңіздер, өзім қарсы аламын. Жақсы, барамыз. Болды, келістік. Тек қалың киініп келіңіздер, ішінде өте суық. Мәди телефон тұтқасын қойып терең тыныстады. Қолы бірілдеген жоқ. 22 жыл суыту қондырғылармен жұмыс істеу оны нақтылықпен есепке үйреткен. Тек суық ақыл. Жұма, түн. Сағат 12-ге 15 минут қалды.
Мәди қысым цехында түнгі ауысында. График бойынша сағат 12-ден 1-ге дейін ресми үзілісі бар. Цехтан шығып бақылау бекетіне бет алды. Екеуі қақпа алдында тұр екен. Ерболсын ұзын бойлы, күртесінің қалтасына қолын салып алған. Жалғас қасында тоқылған бөрік киіп алыпты. Суықтан бір аяғынан екінші аяғына ауысып тұр. Қараша айы, Боранды қаласының аязы. Мәди жақындап келді. Жігіттер, жұмысқа келдіңіздер ме? Мен Мәдимін, деп қолын созды. Ерболсын сенімді түрде қол берді. Бұл дәл сол қол еді. Мәди жауап ретінде қысты. Қатты емес, қалтты. Сүйегін шағып тастағысы келді, бірақ шыдады. Сәл ғана төзу керек. Жалғаста қол берді. Оның жанары өткір, бәрін байқап тұр. Мәдиге қарады. Жұмыс киіміндегі шашаңқы жүзді қарт адам. Ешқандай қауіп төндіріп тұрған жоқ. Оларды бақылау бекетінен өткізіп, күзетшіге басын изеді. Мұналар менімен жүк түсіруге келді. Күзетші журналға олардың аты жөндерін, келген уақыттарын жазып алды. Барлығы ережеге сай. Олар кешен аумағымен ішке қарай жүрді. Айнала қараңғы. 50 метр сайын тұрғаған шамдар асфальтқа сап-сары сәуле түсіреді. Корпустар, құбырлар, желдеткіштер. Түнгі тоңазытқыш кешені. Бейне бір су астындағы кеме сияқты. Гүрілдейді, дірілдейді. Айналаға суық фреон лебін шашады. Қойма корпусы, ұзын бетон дәліздер, күндізгі жарық шамдары және камералардың есіктері. Бірінші, екінші, үшінші. Міне, 6-шы камера. Болат есік, алып, сұр түсті. Жиектері қыраудан ағарып кеткен. Міне, 6-шы камера. Ішінде балық, 20 келілік жәшіктер сөрелерде тұр. Соларды алып, анау тиеу алаңына тасисыңдар. Көрдіңдер ме? Таңертең жүк көлігі келіп алып кетеді. Ерболсын камераның ішіне сығалап қарады. Аппақ тұман, бетті қарған аяз, төбеге дейін тізілген сөрелер. Ойбай, нағыз мұзхана екен. Қалыңырақ киіну керек еді, деді ол. Анау қосалқы бөлмеде жұмыс киімдері мен қолғаптар бар. Киініп алыңдар. Бастайық. Мәди камера есігінің жанында жалғыз тұрды. Ол Болат есікке, оның тұтқасына және бір апта бұрын өзі бұзып қойған құлтына қарады. Есіктің арғы жағында -40 градус. Дәліздегі тыныштық. Тірі жан жоқ. Түн, қойма, бетон. Мәдидің ішінде жанартаудың лавасы қайнап жатқандай еді. 20 минут бойы ол олармен қатар жүрді. Қолдарын қысты, жол көрсетті. Айсәуленің тағдырын талқандаған, оның күлкісі мен өнерін, өмір нұрлаған, оны орман шетіне қоқыс сияқты лақтырып кетіп, бүгін ештеңе болмағандай күліп ойнап, темекі тартып, қайғысы жүрген сол екеуімен қатар жүрді. Айсәуле олар үшін ешкім емес сияқты еді. Бірақ Мәди үшін ол бүкіл өмірі. Ол тағы 2 минут шыдау керек екенін білді. Олар оралды. Жұқа жұмыс киімін, қолғап пен -40 градусқа мүлдем шыдас бермейтін жеңіл аяқ киімді киіп алған. Олар камераға кіріп, бір жәшікті алып шығу 1 минуттық іс деп ойлады. Дайынсыңдар ма? Ең арғы қабырғадан бастаңдар. Ол жерде ескі партиялар тұр. Соларды бірінші шығару керек. Ерболсын мен Жалғас камераға кірді. Аппақ тұман. Денеңді бірден қарып түсетін суық. -40 градус аяз бетіңді, өкпеңді, сүйегіңді қариды. Олар сөрелердің арасымен төрге қарай 20 метр, 30 метр тереңдікке кетті. Мәди есіктің тұтқасынан ұстады. 200 келілік ауыр Болат. Мәди оны өзіне қарай тартты. Есік майланған ілмектермен дыбыссыз баяу жабыла бастады. Іштегі аппақ тұман сыртқа, Мәдидің аяғына қарай созылды. Олар артына қарамады. Естімеді де. Желдеткіштердің гүрілі бәрін басып бастаған еді. Есік тарс етіп жабылды. Болат Болатқа соғылды. Бұл дыбыс шығарылған үкімнің соңындағы нүкте сияқты еді. Бекітпе сауынды. Мәди бекітпесін баяу, асықпай жылжытты. 22 жыл бойы мыңдаған рет жасаған үйреншікті қимылы. Тек бұрын ашатын болса, бұл жолы мәңгілікке жапты. Ол қолын Болат есіктің үстіне қойып, біраз тұрды. Есік сыртқы жағынан да мұздай еді. Олар әлі ештеңе сезген жоқ.
Төрде жәшік іздеп суыққа боқтаумен жүр. 1 минуттан соң түсінеді. 2 минуттан соң есікке жүгіреді. 3 минуттан соң ұра бастайды. Мәди 3 қадам артқа шегініп, қарама-қарсы қабырғаға сүйенді. Бетон суық, кедір бұтыр. Ол еденге, бетонның үстіне отырды да темекісін шығарды. Сіріңкені 3 рет шырпыды. Қолы бәрібір дірілдеп тұреді. Терең тартып, түтінді ішіне жіберді. Дәліздегі неон жарығында көкшіл түтін қалқып тұрды. Тыныштық, бетон және түтін. Күтті. 4 минуттан соң алғашқы соққы естілді. Тұйық, ауыр дыбыс. Іштен есікті жұдырықпен ұрды. Сосын 2-ші, 3-ші, соққылар жиілеп күшейе түсті. Түсінді. Есік жабық. Құлып істемейді. Мәди оны өзі бұзған. Ол наурыздан бері ешкім оқымаған журналдағы жазу сияқты еді. Стал қабырғаның 2 метрлік қатып қалған бетонның арғы жағынан дауыстар естілді. Су астынан шыққандай алыс, тұйық дыбыстар. Сөздер емес, тек үрейлі үндер. Алдымен ыза мен боқтық. Олар есікті тепті, ұрды. 200 келілік болат есік тіпті қозғалған да жоқ. Дыбыс та шығармады. Мәди темекісін соңына дейін тартып, 2-шісін жақты. Ол дәл бір үзілісте отырғандай сабырлы еді. Қысым цехындағы 22 жылдық әдет қондырғылардың гүріліне үйренген құлақ. Тек бұл жолы гүрілдің орнына есік соққысы. 5 минуттан соң дауыстар өзгерді. Ыза кетіп, орнына ажал үрейі келді. «Ашындар, кім бар? Көмектесіңдер!» деген айқайла шықты. Енді олар жұдырықпен емес, ауыр нәрсемен, 20 келілік қатып қалған балық жәшіктермен ұра бастады. Тұйық соққылар. Есік қозғалмайды. Ол мәңгілікке жабылған. Мәди оны өзі тексерген. 10 минут өтті. -40 градус өз ісін істей бастады. Жеңіл киіммен жүрген адамға суық тез әсер етеді. Ол жай ғана қармайды. Ол денеңді, сүйегіңді, тіпті миыңды тесіп өтеді. Алғашқы 5 минутта шыдауға болады. 10 минуттан соң дене өздігінен өше бастайды. Саусақтар иілмейді, аяқтар жансызданады, жүзің маска сияқты қатып, тынысың өкпеңді шыны сынықтармен тілгендей қариды. Соққылар сирей бастады. Қолдар тымдамайды, саусақтары жұдырыққа түйілмейді. Енді олар есікті алақандармен, шынтақтармен, сосын бүкіл денесімен соғып жатты. Дене енді мүлдем бағынбайды. 15 минут өтті. Айқайдың үні мүлдем өзгерді. Бұл енді адам дауысы емес, аңның ұлығанына ұқсайды. Адам бәрін түсінгенде, денесі жансызданып, бірақ санасы әлі сөнбеген сәтте осылай өлейді. Ешкімнің келмейтінін, ешкімнің естімейтінін білгендегі соңғы шарасыз үн. Бетон, болат, түн. -40 градус. Мәди еденде отырып, 3-ші темекісін тұтатты да, сол ұлыған дауысты үнсіз тыңдады. Оның жүзінде сезім жоқ, жанары құрғақ. Жұдырығын тигенде жоқ. Ол олардың қалай қатып бара жатқанын, өмірдің денеден қалай тамшылап, әрбір градуспен бірге суып бара жатқанын сезінді. Дәл Айсәуле сияқты. 4 ай бойы Айсәуленің де өмірі солай тамшылап таусылған еді. Олар оның жанын іштен мұздатып жіберген болса, Мәди оларды сырттан қатырды. -40 бұл әділ температура еді. 20 минут. Ұлыған дауыс сап тыйылды. Соққыда басылды. Айналаны мүлдем тыныштық орнады. Тек алыстан қондырғылардың бір қалыпты гүрілі ғана естіледі. Мәди біледі. Бұл әлі өлім емес. Бұл тек естен тану. Дене соңғы қорғаныс ретінде миды өшіреді. Адам бүктеліп, ана құрсағындағы баланың кейпіне енеді. Жүрек әлсіз соғады. 40 рет, 30 рет, 20 рет. -40 градус адамды 20 минутта бір жола алады. Жалпы алғанда, есік жабылғаннан бастап соңына дейін 40 минут өтті. Мәди 40 минут бойы қозғалмай отырып, 5 темекі шекті. Сосын баяу орнынан тұрды. Аяқтары бетонның суығынан ұйып қалыпты. Есікке жақындап, алақанын болатқа қойды. Суық, тыныш, өлі.
1-2 минут тұрып, бекітпені алды да, есікті 3 сантиметрге ғана ашып қойды. Іштегі аппақ тұман дәлізге жайылды. Камераның ішіне сығалап еді. Қатып қалған сөрелер мен қозғалыссыз тыныштық. Есікті бекітпестен, жай ғана өздігінен жабылып қалғандай етіп қалдырды. Жел соқты, есіктің ілмегі бұзылған еді деген сылтаудайын. Ол, бұл туралы журналға осыдан 3 ай бұрын жазып қойған. Сағат 1-ге 5 минут қалғанда, ол цехқа оралды. Журналды ашып, көрсеткіштерді жазды. Температура, қысым, суытқыш сұйықтықтың шығыны. Бәрі қалыпты. Әдеттегі түнгі ауысым. Қалтасындағы 5 темекі тұқылын ол үйіне бара жатып, басқа қабаттың қоқыс жәшігіне тастайды. 22 жылдық дәлдік. Әрбір бөлшек өз орнында болуы керек. Таң атты. Ауысым аяқталды. Мәди жұмысын тапсырып сыртқа шықты. Бақылау бекетіндегі әлгі күзетші, Мәди аға, әлгі жүк тасуға келген жігіттер шыққан жоқ па деп сұрады. Мәди ұйығын қиқан еткізді. Мүмкін, қоршаудың арғы жағынан кетіп қалған шығар. Мен оларды камераға дейін апардым, сосын көргенім жоқ. Күзетші басын изеді. Білімгерлер ғой, бақылаудан өтпес үшін қоршаудан секіріп кеткен болар. Деп журналға белгісіз уақытта кетті деп жаза салды. 3 сағаттан соң Зейнеп апай 6-шы камераны ашқанда 2 мәйітті тапты. Тергеу 2 аптаға созылды. Болжам. Ұрлыққа түскен, есік жабылып қалған, құлып істемейтін. Бәрі сәйкес келеді. Наурыз айындағы журналдағы жазу бар, есік шынымен бұзылған, кінәлі, жауапсыздық. Іс жабылды. Мәдиден де жауап алынды. Бірақ ол басқа корпуста болғанын, жігіттерді қалдырып кеткенін айтты. Оған ешкім күдіктенген жоқ. 30 жылдық еңбек өтілі бар. Бірде-бір ескерту алмаған Мәди мен 2 білімгердің арасында қандай байланыс болуы мүмкін? Ешқандай. Қараша айынан кейін Айсәуленің жанында бір өзгеріс басталды. Бірден емес, баяу, ұзақ қыстан кейінгі сеңнің бұзылғанындай. Алдымен бөлмесінен шығып, дәлізде ілулі тұрған өз суреттеріне ұзақ қарап тұрды. 1 аптадан соң бояуларын ашты. Салған жоқ, тек ашты. Қылғаламдарын суға салып қойды. Салиқа мұны дәліздің саңылауынан көріп, ас үйге барып жылады. Бірақ бұл жолы қайғыдан емес. Бетонды жарып шыққан нәзік үміт үшін жылады. Желтоқсан айында, 14 айдан кейін, ол алғашқы суретін салды. Сулы бояумен салынған туынды. Қырау басқан, әйнегіне өрнек салған қысқы терезе. Терезенің арғы жағында аула, жалғыз шамшырақ және аппақ қар. Тыныш, қарапайым, бірақ тірі дүние. Бояуларында бұрын болмаған жаңа леп бар. Бұрынғы балалық жеңілдік емес, мүлдем басқа. Терең, қарауытқан, ауыр, ересек адамның мұңы сезіледі. Сол терезенің арғы жағында жай ғана аула емес, бүтін бір талқандалған, сосын қайта құрастырылған, сызаттары көрініп тұрған, бірақ бәрібір бүтін өмір жатқандай. Салиқа бұл суретті ас үйдегі үстелдің үстіне іліп қойды. Күн сайын таңертең шай ішіп отырып, үнсіз, сол бір нәзік үмітпен қарайтын. Мәди ауысымнан келіп, ас үйде шай ішіп отырып, суретке ұзақ қарайтын. Терезе, қырау, аула, шамшырақ. Үндемейтін. Салиқа да үндемейтін. Айсәуле өз бөлмесінде сурет салғышының алдында қайтадан сурет сала бастады. Баяу, тамшылап, әр жаққан бояуымен бірге ішіндегі мұзы ері бастады. Бұл туралы Айсәуле де, Салиқа да ешқашан білген жоқ. Мәди бір ауыз сөз айтқан жоқ. Тіпті ишара да жасамады. Ол бұл сырды ішінде 6-шы камерада сақтап өтті. -40 градус, бетон, болат, тыныштық. Бәрі мәңгілікке сонда бекітілді. Ол сол кешенде, сол цехта тағы 14 жыл жұмыс істеді. Түнгі ауысымдар график бойынша жалғаса берді. Әр түн сайын ол 6-шы камераның қасынан өтетін. Болат есік, сұр түсті, жиектері ағарған. Студенттер қайтыс болғаннан кейін 1 айдан соң құлпын жөндеп, жаңасын салды. Енді бәрі тәртіп бойынша. Мәди қасынан өткенде тоқтамайтын,
артына бұрылып қарамайтын, сол есікті тарс шапқандай, естеліктерді де күшпен өшіріп тастайтын. Цехқа барып журналға көрсеткіштерді жазатын. Температура, қысым, суытқыш сұйықтықтың шығыны. Бәрі қалыпты, бәрі өз орнында. Айсәуле оқуын бітіріп, нағыз суретші болды. Боранды, Ақбастау, Көгілдір қалаларында көрмелер өтті. Сыншылар былай деп жазатын. Айсәуленің туындыларында оғаш бір тереңдік. Жарық пен қараңғылықтың, жылу мен суықтың арпалысы бар. Терезелер оның сүйікті мотиві. Әр қашан қырау басқан өрнекті терезелер. Оның арғы жағында көрермен көре алмайтын, бірақ іштей сезетін бір дүние жасырылған. Ол тұрмысқа шығып қыз босанды. Атын анасының құрметіне Салиқа деп қойды. Кішкентай Салиқа нәзік, қолынан қарындашы түспейтін, анасына, әжесіне тартқан бала болып өсті. Мәди немересін құшағына алып, оның бояу жағылған саусақтарына қарап, баяу байқатпай жымиятын. Айсәуле оған қайтадан жымиюды, әріптерді, суреттерді үйреткендей болды. 60 жасында зейнетке шықты. Үйде отырды. Шәй, теледидар, немересі. Салиқа жанында, әр қашан жанында болды. 37 жыл бірге. Үнсіз, сенімді, мәңгілік, қабырға мен шатыр сияқты. 2003 жылы ұйқысында тыныш қана жан тапсырды. Жүрегі тоқтап қалған. 64 жаста еді. Салиқа оны таңертең тапты. Қолын кеудесіне қойып байсалды жатыр екен. 22 жыл бойы ауыр құралдарды ұстаған, қондырғыларды жөндеген. Тек бір рет, өмірінде бір-ақ рет сол болат бекітпені жылжытқан сол қолдары енді суып қалған еді. Жаназасында Айсәуле күйеу баласы мен немересі тұрды. 7 жасар Салиқа атасының жанында әжесінің қолын ұстап, ештеңе түсінбей тұрды. Қолында қызыл қаламсап, оны қоюды ұмытып кетіпті. Ал ас үйде сол, баяғы 14 айлық үнсіздіктен кейін салынған алғашқы сурет ілулі тұрды. Терезе, қырау, аула, шамшырақ, аппақ қар. Боранды қаласының мәңгілік қысқы тыныштығы. Оның арғы жағында ешкім көрмейтін, бірақ іштей сезетін бір дүние жатыр еді. -40 градус. Бәрін қатыратын суық. Суды, темірді, қанды, жан айқайды. Бірақ нәрсені қатыра алмайды. Қызының тағдырын талқандаған әкенің ішіндегі сол бір сезімді аяз жеңе алмайды. Ол сезім ешқашан мұздамайды. Сіз Мәдидің орнында болсаңыз, не істер едіңіз? Өз ойыңызды пікірге жаза кетіңіз. Қара дерек арнасына жазылыңыздар.